Алдағы күндері күн суытады. Синоптиктердің ескертуінше қалада Мен Фариза Оңғарсынова атындағы номері 41 мектеп гимназиясының 9-шы Б сынып оқушысы Қарабекова Еркенас. Тәуелсіздік тұғырың. Жер бетінен жойылуға шақ қалып, тұрғанда да аманатты сақтадық. Туғын көрдік, қанымызды бұзбадық, атылдық біз арымызда сақтадық деген өлең жолдарынан ақ тәуелсіздіктің қаншалықты қиындықпен келгенін білуге болады. Міне, осы тәуелсіздігімізге бүгін 31 жыл толды. Ал ендеше бүгін біз сұхбатымызды бастаймыз. Саламатсыздар, мен қазір сіздерге бір мақал айтамын. Сіздер соны қағазда берсеңіздер, отанның күнегесі, түнегесі. Саламатсыздар, мен бүгін сіздерге бір сұрақтар қойсам, сіз соны жауап бересіңіз. Тәуелсіздік бойынша желтоқсан оқиғасы сіздің өміріңізге, өзіңізге қалай әсер етті? Желтоқсан оқиғасы әрине болған жоқ. Осылмында тұрсын, 1986 жылы көмекке студент болдық. Енді ол нағыз болған жылдар бұл мәлімет айтылмады, жасырын болды. Кейін барып енді неше жыл өтіп міне естіп жатырмыз ғой. Ол қаншама адам тәуелсіздік үшін қанын жоғалтты. Тәуелсіздік бізге оңай жолмен келген жоқ. Қаншама жастар соның жолында құрбан болып кетті. Қазір кезде олардың ата-аналарына, достарына әрине оңай емес желтоқсанды еске алу. Бұл тәуелсіздік бізге сондай батыл жастардың қанымен келген тәуелсіздік, сондықтан да осы тәуелсіздіктің қазіргі кездегі қадірін біз білуіміз керек деп ойлаймын. Осы еліміздегі тәуелсіздік, егемендік сізге қаншалықты құнды? Жақсы сұрағыңыз жақсы. Енді әрине өзге елде сұлтан болғанша өз елінде туған болды. Әрине ол өз елінің егемендік алғаны өте жақсы. Біз сол егемендік алғанға шейін де осы Қазақстанда тұрдық, оқыдық. Әрине ол оңай болған жоқ. Оның ішінде ауылдық жердегі балаларымызға қазақ тілінде білім алып келемізді. Енді қалаларға осындай ірі орталықтарға келген кезде қазақша оқу болған жоқ. Сол 1989 жылы біздер осы қазіргі кезде Құдайберген Жоғарғы университетіне түстік. Бірақ ол кезде біз түскен жылы біз орыс тіліне түстік. Ол жылдары қазақ білімі болған жоқ. Біз қазақша сөйлей алған жоқпыз. Әрине ол мысалға есе шығарған кезде бізге білінбейді, сөйлемейсің ғой өйткені. Ал енді әлеуметтік пәндер, саяси пәндер, экономикалық пәндерге келгенде біздің жүрегімізде айтайын деп тұрған ойымызды қазақша жеткізе алмаған күндеріміз болды. Сондықтан да қазіргі кезде біздер тәуелсіздігімізді қасық-қанымыз қалғанша қорғай білуіміз керек. Сондай аталарымыздың, ағаларымыздың, еңбегімен келген тәуелсіздіктің бағасын қазіргі кезде жастар қадірлеп, сол егеменді еліміздің тәуелсіздігіне жолында біраз еңбек етіп, өздерінің күш-қуатын жұмсағаны дұрыс деп санаймыз. Саламатсыздар, мен қазір сізге мақал айтамын, сіз соны жалғастырып жатсаңыз. Отан үшін отқа түс, Күймейсің. тәуелсіздік тәубең. Жалғыз күйер. Саламатсыздар, мен қазір сізге сұрақ қойсам, Алматының бұрынғы аты. Рахмет. Ал ендеше тамашалағандарыңызға рахмет. Бүгін сіздермен болған мен, Қарабекова Еркенас. Тәуелсіздігімізді, егемендігімізді әрқашан бағалайық. Бұл бізге өте құнды байлық. Арлықтарыңызға рахмет.